Ассаламу алейкум, урметли сәржелер, Милет телеканалда хаберлер, студияда сізлер үшін мен Лилевит Жатчалышам. Бүгін мәліметлар ақында фікір үрсетежекміз. Иштимаи меселелер ве абаданлаштырумен бағлы суаллер. Ахмеджит районын сакенлері үшін адлия консультация кечерілді. Қырымда жылыққа азырлану толу шекілде кетмекте. Мұқаддес ерлеріне бармаға істеген инсанларға тез шекілде весиқаларны тапшырмақ керек. Русия Кунюқай тәтілу вәрфесінде Ақмеджит район шурасында район идарелері ветішкілятларының 62 хадимы мүкәфатландырылды. Яс мевсімі девамында Қырым ве Русияның дигер субъектлерінден 200 бинден зияде балар атланажақ. Ярымадамыздар атланмақ үшін эпосы шаретлер яратылған ма, яда yok. Бүгін Ақмеджит районының милетлер ве динара мұнасибетлер бөлігінің башы Ислам Усейнов Девлет комитетінің векелері или адлия консультация кечірді. Қабул етілув Ақмеджит районының сакенлері үшін тешкіл етілді. Ватандашларымыз чешіт ичтимаи суалерінен мұраджат еттілер. Тәфсилатлы же біздің мұхбиріміз Султания Меджит. Ерлі сакенлерінің чоқысы суалері мескен құрыджылық екіленмесі үшін мади ярдым алуы ile бағлы еді. Мемуриетті анлаттылар ке, реабилитерленген гражданлар ярдым алмақ үшін яшаған ерлерінде мемуриетке аризалар йолламақ кереклер. Согласно порядку рассматривает администрация пакет документов в течение 30 дней. Впоследствии направляет в Госкомитет, и Госкомитет в течение 30 рабочих дней на своей комиссии рассматривает и принимает окончательное решение, после чего подписывается трехстороннее соглашение между застройщиком, Госкомитетом и администрацией, и данные средства перечисляются застройщику на его открытый расчетный счет в банке. Бүгін адлиелерінің меслиатыны алмақ үшін онға яқын адам жетвелге yazılды. Оларының арасында Эмиль Чалбаш. О қабул етілуге ев құрыджылығы үшін мади ярдым алмақ үмітінен келді. Тахминен 30 ел евелсі Эмиль Бей Ақмеджит районында Аджықал, яни Чистенькая көйінде топрақ дамартасыны алды ве евіні құрып башлады. Ама оны құрып бітірмеге чересі олмады. Шымды оғлының айлесі ile құрылып бітмеген евде яшай. Ве комиссия музбет қарар чықарajağına умут ете. Есть две готовые комнаты. В одной живет сын с семьей, с детьми, в другой живу я. Но это тоже комната детская, я пока занимаю их комнату. У меня еще дочь в Ташкенте, я ее тоже хочу забрать. Я, конечно, надеюсь на помощь и на положительный результат. Тамамшу вазиетке Медине Люманова расткелді. Ода эв құрыджылығыны екіленмек үшін мади ярдым айрылуы суалінен қабылға келді. Оның сөздеріне көре 23 ел евелсі қадын омур арқадашынен Ақмеджит районының Ботке яни Дубки көйінде дамарта алған еді. Ама евні құрып бітірмек үшін пара етішмей. Шу себептен оғлының айлесі ile Курман көйінде кичік квартирада яшай. Мы живем в квартире дочери с семьей сына, 4 человека и нас двое, муж с женой. Хрущевка, хотя и трехкомнатная, но очень маленькая жилплощадь, поэтому. А сейчас переселиться сюда уже мы вот 23 года пытаемся, но не получается. Қайдетмек кереке бүгінгі күнде Ақмеджит районының мемуриеті 25-тен зияда весиқалар топламыны қабул етті. Объектлерінің ярысы бойынша энді комиссия тәшкіл етілді. Султания Меджит, Айша Шулакова, Асан Зивадинов, Миллет Ичон. Киевде Америкалы Қошма Штатларының елшіханесінің территориясында патлав юз берді. Теракт маddesi бойынша жинайы иш açılды, деп хабер еті Киев полисы дәресінің матбуат қызмет. Бұл вақия ақта хабер геже белі олды. Матбуат қызметі берген малыматына көре патлав нәтижесінде бір кімсе зарар көрмеді. Украина жинайы кодексінің террористический акт maddesi бойынша жинайы иш açılды. Қырымда ажылыққа азырлану толу шекілде кетмекте. Бүгінгі күнге енді 150-ден зияде инсан весиқаларына тапшырдылар. Қырым акиметі ажылық фиятлары эпосы істеклелер үшін келешіқлы олмасыны қол тұта. Тек кечкен сене мұқадес ерлеріні 365 инсан зерет атты. Қырым мұсылмаларының дини дәресі ватандашларымызға мұраджат етіп, весиқаларына тезже тапшырмаға дәвет етті.
Сувады Харабаджах Омур Аркадашы ile Акмесжит районының бейтаныш көйінден келді. Айтаки, мұқадес ерлерге Мекке ве Мединеге аджылыққа бармақ ақта балалықтан арзу етеді. Малеви жиеттен имканы олған мұсылман аджылық сеферіні амилге кечірмек кереклігі ақта оның ана бабасы огретеді. Керекли весеқаларны топлап, Омур Аркадашы ile аджылыққа азырлық бөлігіне келділер. Енді иншаллах тезден Сауди Арабистанға йол алачақлар. У меня муж уже 3 раза совершил. Сейчас собираемся, иншаллах, в 4-й раз. Я в 1-й раз. Собираемся смотреться. Но ради Аллаха это надо. Очень важное событие, да. Я очень счастлива, что вот так вот у меня получилось. Бу сене Кырым Вияхяр шәһәр мусульманларының дини идаресі аджылық бойынша бүтін азырлықларны толысынен өз бойнына алды. Ярым адамыздың аджылары үшін Кырымлы туроператор çalışacak. Böyle karar servis eylешtirilmesi için çıkarıldı. Ekonom, komfort ve бизнес adlı 3 tur programma işlep çıkarıldı. Kırım hakimiyeti aджылық fiyatları eposu istekliler için keleşikli olmasına kol tuta. Yıl devlet şurası ile aджылар için yol haritası işlep çıkarıla. Bu çetel pasportlarının nevbetsiz светежи алмах için имканлар ярата. Я советую нашим гражданам не задерживать, поторопиться, прийти в Духовное управление мусульман Крыма, подать свое заявление и получить письмо ходатайства, которое свидетельствует о том, что он едет в хадж и его без очереди принимают его документы на загранпаспорт. Аджылыққа бармаға істегенлер весиқаларны тапшырмаға ашықмақ кереклер. Чүнки биометрик паспортның япылывына ве ресмилештірувіне вақыт керек. Виза алынуы да бұннен бағлы. Аскерлікке чағырув шағына олған еркеклерге қорқмамақ керек. Олар күз чағырув компаниясына кірмезлер. Аджылық дәвірі август айына рас келе. Қадетмек керекке. Этник олмаған мұсылманлар үшін муфтиятта да бір весиқаны алмақ керек. Эко-фотография 4-6 мұтлақа олмалы. Ве bu yerde kayıt etmek gerek ki kadınlar için fotoğrafyalarda mutlaka Müslüman kıyafetinde olacaklar. Eğer kadın kişileri 45 yaşına atlagan olsalar, onlar yalnız da ketebilirler. 45 yaşına da olmagan olsalar, onlar mutlaka yanında ya ağasını alacaklar, yani ağalarının, babalarının ya da ömür arkadaşlarının yolga çıkmalılar. Bu meselede mutlaka yanlarında onu tasdiklagan vesikaları olmak gerek. Аджылар Русия гражданлығындан ve çetel pasportlardan gayrı da böyle vesikalarını hazırlamak gerekler. Kırım Müslümanları çeşit milletvekilleri olganları sebebinden, onların adları, soyadları, Slavyan adlarına oşağanları için insanlar mutlaka muftiyatımızın sekretariatına barıp müracaatta bulunacaklar. Özlerinin Müslüman olganlarını tasdiklayacaklar ve o spravkalarını alıp, o spravkalarını mutlaka vesikalarıyla beraber tapşırmak gerekliler. Çünkü bu spravka eğer ellerinde olmazsa, onların Arabistan topraklarına barmalarında bazı bir maniyalar çıkabilir. Acılarının aşılaması iyilde başlanacak. Kaydetmek gerek ki Rusya'nın bütün regionları arasında Kırım'ın ayrı statüsü var. Onlar için kvota boyunca sınırlavlar yok. Vesikalarını Akmejit şehrinde Çehova sokağında 20. evde tapşırmak mümkün. Ayşe Шулакова, Всеволод Матросов, Millet için. Rusya Kunyukka Tülüvü arifesinde Akmesjit rayon şurasında rayon idareleri ve teşkilatlarının 62 hadimi mükafatlandırıldı. Bugün Akmesjit rayon şurasının binasında çeşit idarelerinin hadimlerini yaxşı çalışkanları, mütehassızlığı ve öz faaliyetinde yüksek erişmeler göstergenleri için fahri yarlıklar ve teşekkürnameler ile mükafatladılar. Belediye hadimlerini hayırlamak için Akmesjit rayon şurasının reisi Mikhail Makeyev geldi. В Симферопольском районе очень трудолюбивые, честные, порядочные люди, которые добиваются больших результатов, и за что я им очень благодарен. Симферопольский район динамично развивается благодаря вот этим зернышкам, вот этим вот нашим жемчужинкам, которые сегодня были награждены грамотами. Cinayi İcra İnspeksiya filialının müdür muavini Gulnara Mustafayeva'nı Akmesjit rayonunun inkişafına iste koşkanı için teşekkürname ile mükafatladılar. Я очень благодарна руководству Симферопольского района за то, что мою работу оценили, за что мне подарили благодарность. Спасибо ему большое за это. Ой, трудности, как в любой работе, бывают, поэтому не будем про них рассказывать в этот праздничный день.
Справляемся и будем справляться, будем стараться справляться. Сельский труженик Крыма адлы газетасында малюмат техник бөлігінің мудиры Ленура Ибрагимова Ахмеджит районының ичтимаи ихтисади инкишафына исте кошканы üçün тешекурнами иле тағзирленді. Я рада, что Симферопольский район удостоил такой чести поздравить газету, сотрудников редакции, что не оставил без внимания деятельность газеты. Бүгінгі күнде Ахмеджит районы башқа регионларына баққанда тасил, медениет, тиббиет ве башқа ешайыш саалары бойынша Қырымның ең yüksek севиеде инкишаф еткенлерден бірі сайыла. Арзы Хасянова, Султания Ситакаева, Умер Мустафаев, Миллет үшін. Ахмеджит район махкемесінде Илми Умеровның іші бойынша бірінші топлашу болып кетті. Орусия Федерациясының территориаль бүтінлігіні бозмаға халқыны чақыруда ве бұл мақсатға құтлеви мәлімат васталарыны қолануда қабатлана. Тақиқат мәліматларына көре 2016 сене март айында Умеров Украинада болунарық Украин телеканалары бірінің эфирінде халқыны Қырым Украинаға қайтарылуына, яғни Русия Федерациясының территориаль бүтінлігіні бозмаға чақырды. Бұл ал жинайы иш ашылмасы үшін себеп олды. Оның білдіруі видео YouTube видеохостингінде ерлештірілген адам. Бірінші топлашывда Умеров бүтінлей қабатыны рет еткені ақта білдірді. Махкеме топлашывы кетішатында қабатланған тараф тақдим еткен шартлар үшін сұрғу кешірілді. Яз мевсімі девамында Қырымның бала лагерлерінде 133 бин Қырым балары ве Русия Федерациясының чешіт субъектлерінден келген 84 бин бала ратланacak. Бұл ақта бүгін Қырым Жұмхуриеті ве Ақияр шыры бойынша инсан ақуқлары Құрчала федераль қызметі региональ ара идаресінің мудирі Наталья Пеньковска білдірді. Ярамдамызда ратланмақ үшін эпосы шарайтлер яратылған ма, жоқ ма? Бұл ақта мұхбирміз Сабрия Халиляева тариф етті. Қырым ичтимаи саясетінің эссас yönелішлерінден бірі бұл яз тәтілі девамында раатлық сақламаштыру ве балалар межгул олу системасының мүмкемелештірілуі сайла. Яз мевсімі башланғанынан 355 сақламаштыру функциясы ачыла. Оларның арасында балалар күндіз bulunған лагерлер ве шehirler четлерінде ерлішкен стационар лагерлер бар. В прошлом году в Севастополе не работало ни одно детское дневное учреждение оздоровления и отдыха при школьных лагерях. В этом году таких запланировано 43, они начали работу. Жұмхуриет тасил, илим ве яшлар назирінің муавені Оксана Красникова айтқанына көре кечкен сене девамында 6 қанунсыз бала лагерінің ұшы тоқтатылды. Бойылы бойлы бозулар да анық қолмады. Бүгінгі күнде 133 бин Қырым баласы язда ратлана біледжеклер. Ана бабалар аризалар yazsa бір талебе профиль сменаларда ратлана білелер. Бұл бала яш генч орду математика, тылшыназ, беди ве экологик профиль сменалар. Из бюджета Республики Крым выделено из различных уровней бюджета Республики Крым выделено около 700 миллионов рублей на организацию оздоровительной кампании детей. Проведено два основных вопроса, которые на сегодняшний день больше всего волнуют все те исполнительные органы власти, которые задействованы при организации детской оздоровительной кампании. Это безопасность и насыщенность самой программы пребывания детей в лагере. Қырым балаларының сағлығына, ратлығына ве мәшғулиетіне бұйық диққат айырыла. Бала ратлығы хавсыз олмасы үшін әрше yüksek seviyede деп ишандыра. Қырым Жұмхуриет бойынша февкуляде вазиет қызметі идаресінің башы Максим Грамотный. Инженерно-инспекторский состав начал работу еще с марта месяца. Были проведены в течение 3 месяцев пожарно-профилактические обследования. Основной упор, конечно же, ставился на работу с дежурным персоналом детских оздоровительных учреждений. Bundan gayrı belli oldu ki, ағымдaki senenin mayıs ayından başlап Қырым пляжларында мониторинг кечириле. Курорт мевсимине 291 пляж азыр. Бусада бірінші ерлерде Ялта, Алушта, Кезлев ве Судақ шehirleri bulunalar. Ақшиық ве Едіқұйы районларының пляжлары ise туристерні қаршыламаға толусынен азыр дегилер. Наталья Пеньковская хабер еткеніне көре, акимиет органлары тарafından бежерілген мониторинг ағымдaki yılının октябрь айыначы девам етежек. Сабрия Халиляева, Ибраим Ганиев, Миллет үшін. Яз мевсімі башлағандан берлі тіби муассисалерге қасартқаларының тішлегенлері или Қырым сәкенлерден бұрчық мұраджатлар келе башлады. Белі олғаны кебі Қырым акимиеті қарарына бинайын туристик yolları, яғни бала маршрутлары чалышы башлады. Бұл себептен бұйық Ақияр yolu адлы маршруты бойынша керек олған акарицит мерасімлері, яғни қасартқаларының йоғы төлігі бойынша әрекетлер япылды. Бұл ақында Қырым Жұмхуриеті ве Ақияр шәрі бойынша инсан ақуқылары Құрчала федераль қызметі региональ ара идаресінің мудирі Наталья Пеньковская білдірді.
С укусами клещей на территории Республики Севастополя по поводу укусов в медицинские учреждения обратилось более 2000 человек, половина из них дети. Всем им оказана необходимая медицинская помощь в лечебно-профилактических учреждениях здравоохранения. И город Севастополь, и Республика Крым имеют в необходимом количестве иммуноглобулин против клещевого энцефалита для оказания экстренной профилактики. Кеченлері Ақмешжет районында эко машина ВАЗ Ветаврия қаза юз берді. Бұны ГИБДД идаресінің матбуат қызметі хабер етті. ВАЗ арабасының айдавжысы Таврияны озған вақыт Таврияға урылды. ВАЗның айдавжысы Ақмешжеттен Жанкойге yol алған вақыт өгде кеткен ве бораншыққыта ені широкой қою тарафқа бұрылайтқан машинаға урылды. Нәтижеде 6 инсан зарарланды. Медениет назырлығының қол тұтывылы китап «Медениет. Тасыл инновациялар» адлы үшінші халқара мутехасыз форум өткерілі. Тәдбірде китапхане, музей, архив, малумат меркезлер, университет ве дигер оқу ве илми юртларының yolбашчылары иштирак еттілер. Топланғанлар земаневи китапханелерінің малумат инфраструктурасы меселелерінің музыкере етежеклер. Бұл ақта бізімне бетті келевхамызда. Ел форум черчевесінде қырының ең актуаль мевзулары мүзікері етілі. Әсапқа алмалы ки 2017 сенесі экология бөлгілер сенесідір. Бұл себептен ярамадамыздың китапханеделері әтрафтаки мұйтінен бағылы сөйлерге дұхат айырдылар. Қырым Джумхуриеті Медениет назирлігінің музейве китапхане ішлері даресінің башы Елена Эмированың фікіріне көре, дүния китапханелері топлуғында Қырым китапханелері дегерлі ер алалар. Обычно на него уже много лет приезжают представители из тюркских стран и тюркских регионов России. Благодаря этому во всей Российской Федерации, а также в странах, народы, которые говорят на тюркском языке и развивают тюркскую культуру и литературу, появились очень интересные проекты. Я думаю, что все, кто сегодня послушал специалистов нашей республиканской крымско-татарской библиотеки имени Гаспринского, получил представление о том, как эта единственная в мире библиотека бережно сохраняют культуру, литературу своего народа и содействуют ее возрождению. Адетенже форум açıluvында алып барыжы оларақ форумның тешкілі комитетінің рейсі, библиотеки будущего Серлевалы Милли китапхане ассоциациясының президенті, Русия Девлет Илми техник китапханенің баш мудирі Яков Шрайбер колды. О тарифетеки были форумлар кечірілмесі керчектен де пек мұйымдыр. Чүнки Қырым китапханеделері үшін башқа мемлекетлерден келген меслікдешлердің тәжірибесін алмақ ве ознев бетінде бізім ярамадамыздың мирахлы тарихы ақта тарифатмек имканлары ачылан. Во многих российских библиотеках и в российских информационных системах, в частности в Национальной электронной библиотеке, есть оцифрованные издания из крымских библиотек. Особенно важно это краеведение. Очень это важно. Это то, что сегодня, так сказать, позволяет многим узнать больше про Крым. Вот, и не только с точки зрения туризма, это самое простое, что можно было сделать, а именно с точки зрения истории. Я думаю, что, например, раньше мало кто знал, кто такой Исмаил Гаспринский, а сегодня знают очень многие. И в этом я вижу тоже один из результатов нашей раньше конференции, сегодня форума. Форумда Русия Федерациясы Медени назирлігінде Илем Ветасил бөлігінің мудир муавины вазифесіні вақтын жайда айткен Олег Махнода булынды. Наша приоритетная задача как можно быстрее, чтобы библиотеки Крыма и все культурные объекты, которые находятся в Крыму, как можно быстрее интегрировались в общероссийскую профессиональное сообщество, поделились своим опытом, впитали опыт тот, который накоплен во всех наших направлениях этой деятельности, и уже совместно тогда единой семьей, единой командой двигались вперед. Егерім елдан берлі халқара форум черчевесінде түрк мемлекетлер ве регионлар китапханелерінің семинары кечерілі. Бұл семинарларда бөле китапханелерінің хадимлері мерахлы розалары ле чығышларда булыналар. Наши сотрудники наших библиотек, у нас было 4 выступления, мы рассказали о своей работе, о работе нашей библиотеки. Вот, были очень показаны и рассказаны интересные формы и методы, факты. Но я думаю, что всем было интересно. Книга «Культура, образование, инновация» Серлевалы учунжи халқара форум июньнің 5-ші күні Судақ шерінде өзішіні башлады. Веб айның 11-ші күніне қадар девам етежек. Ферида Халикова, Алишер Алимов, Милет Ичун.
Бақчысарай районының Күчук Яшлав көйінде яшаған Бекировлар айласы Ось Шефтали бақчасында Қырым ханлық девіріне айыт ескі экспонатларыны тапты. Бұл мерақлы шейлер ақында біздің мұхбиріміз Султания Ситакаева тариф етежек. Терек отыртылған вақытта бүгінгі күнге Бекировлар айлесі Ось еві олған ерде тарихи экспонатлар тапа. Бұлар налылар, савутлар қысымлары, оқужилары, таш пычақлары. Постоянно у нас что-то где-то появляется. Ну, не все, конечно, мы так как сохраняем, но отчасти, что интерес какой-то представляет. Очень такой широкий диапазон, здесь нельзя говорить, что именно там вещам 200 лет или 300 лет. Есть вещи и по 1000 лет, и есть вещи, которые, там, скажем, лет 100. Тапылған шейлер арасында наллар ве оқ ұжылары чоқ олғаныны Энвербей пек мирақлы аңлата. О білдіргеніне көре бұл экспонатлар Қырым ханлығы девірінден. Есть это предположение, вот эта долина называется Атхоба, переводится, значит, лошадиная пещера. Ну, есть предположение, что здесь было стойбище ханской конницы. За это все и как бы исходящее, и находится много наконечников, и много подков. Энвербейнің коллекциясы күн-күнден арта. Бір қадеми экспонат бұл 7-8 асырға айет Бизанс тұнч құшақ башы айры диқатқа лайық. Бұндан да ғайры Қырым ханлығы девірінің капиклері үстіндегі араб арифлерінің мирақ әлі көзден кечірмек мүмкін. Бекировлар айлесі үшін бір экспонат қиметлі ве уникальдыр. Каждая находка — это для нас что-то такое, знаете, вот не передать, радость. И дети радуются. Егер бір музей хадимлері ескі шейлерін мирақлансалар, Энвер Бекиров бұл тапылған шейлеріні ерлі музей фондларына теслим етмеге азыр. Султания Ситакаева, Санзи Вадинов, Миллет үшін. Бұл нұқтада янымыз сонына айты, янымыздан сонысы жанлы эфирінде Мирабар Рамазан лейхасының чақышыны сейретмеге теклиф етеміз. Біз әлі олыңыз сағылықнен қалыңыз.